Баршаңызға сәлем. Бүгін біздер Рафаэлло жасаймыз. Пісіруді қажет етпейтін десерт бұл. Тек қана құрамында 4 қана ингредиент бар. Ол творог, кокос, қант және де какао. Ал енді бастайық. Ең бірінші шұңғыл ыдысты аламыз да, оған творогымызды саламыз, сүзбемізді саламыз. Және де оған 80 грамм қант қосамыз. Егер де сіздер десерттің тәтті болғанын қаламасаңыз, 40-50 грамм қант жеткілікті. Қант пен творогымызды жақсылап тұрып араластырып аламыз. Жақсылап араластырамыз екеуін. Пенчиктің көмегімен немесе вилкамен өзіңізге қалай ыңғайлы, солай араластырамыз. Менде мына жерде 80 грамм қант. Араластырып алған массаның үстіне 80 грамм кокос жаңқасын саламыз. Егер де сіздің творогыңыз сұйықтау болса, 80 граммнан көптеу кокос салуға болады. Массаңыз қою болу керек. Қолға ұстағанда жабысқақ болу керек сосын. Осылай жақсылап венчиктің көмегімен араластырып, жақсылап еземіз тағы да. Міне достар, біздер осылай жақсылап тұрып араластырып алдық. Қолға ұстағанда жабысқақ қоймалжың масса бізде болды. Енді оның теңдей жартыға бөліп, жартысын бөлік ыдысқа салып аламыз. Ол бізде ақ Рафаэлло болады. Ал екінші бөлшегіне біз 10 грамм какао ұнтағын қосамыз. Екінші бөлшегі бізде шоколадный Рафаэлло болады. Яғни, мына ыдысымызға алдық та, бірдей қылып бөлдік. Какаомызды салдық. Және де осы массамызды жақсылап қоңыр түске енгенше араластырамыз. Дайын. Біздер ең бірінші какао қосылған массамызды шарик жасаймыз. Ол үшін бір қасық массаны алып, алақанымызбен басып, престеп кішкене домалақ жасаймыз да, оны кокостың үстіне салып араластырамыз. Осылай барлық какаосы қосылған массасын жасап шығамыз. Енді екінші ақ массасын жасаймыз. Оны да дәл солай домалақтап алақанымызбен шарик жасаймыз да, дәл солай кокостың үстіне салып, араластырып, керемет Рафаэллолар жасаймыз. Осылай барлығын жасап аламыз. Міне біздің творожный тәтті Рафаэлло десертіміз дайын. Дастарханға қоймастан бұрын 1-2 сағатқа холодильникке салып қойға болады. Немесе сразу да жіберуге болады. Бұл десерт өте тәтті, нәзік, жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер. Менің видеоларыма комментарий жазып, лайк басып кетсеңіздер, мен сіздерге рахметімді осындай видеолар түсіп жеткізетін боламын. Көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.